Ассаламу алейкум баршаңызға. Егер үйдө нан қалып қойған болса, қатып қалған жағдайда сухари жасайтын боламыз. Ол үшін ең әуелі нанымызды осылай 4 бұрыштетіп барлығын бір қапты мөлшерде турап аламыз барлығын. Одан кейін бізге сұйық май қажет болады. Жарты кеседен сәл аздау сұйық май қажет болады. Оның үстіне шым-шым тұзымызды саламыз. Одан кейін 1 шай қасық ұнтақталған чеснок қосамыз. Одан кейін паприка қосамыз 1 шай қасық. Қаншылықты нан турайсыздар, соған қарай, барлық өлшемдерін соған қарай жасайтын боламыз. Енді жақсылап араластыратын боламыз. Өзіңіз ұнатқан дәмдеуіш қоссаңыздар да болады. Енді осылай салафанға нанымызды салып аламыз. Осылай салафанға нанымызды салып, үстінен жаңағы сұйықтығымызды құйып, енді салапанымыздың аузын жауып, қолымызбен ары-бері ырғап араластыратын боламыз. Сонда жаңағы қосқан дәмдендіргіштеріміз нанымызға сіңіп, жақсы араласатын болады. Қалып қойған нандарымызды осылай сырап болмас үшін осылай сухари жасайтын боламыз. Неке осылай әбден араластырып, одан кейін барып духовкаға салатын боламыз. Енді осы қытырлық нандарымызды пешіміздің табасын майлап, немесе пергамент қағазын төсеп, осылай нандарымызды дізіп отырып салып, 180 градуста 25 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей, қытырлық нандарымыз дайын болды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп-көп рахмет.